Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. 220 мың теңгеден ажыратылады. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қалсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда балалардың шотына 220 мың теңгеден аударылады. Қазақстан балаларға келешек жүйесіндегі білім беру жинақ шотына 220 мың теңгеден аударылады. Қазақстанда балалардың болашақ біліміне қолдау көрсету мақсатында жаңа келешек жүйесі енгізілуде. Бұл туралы мемлекет басшысы өзінің әділетті Қазақстан экономикалық бағдарламасы атты бағдарламасында бұл туралы көптеген мәліметтер беріп кетті. Сонымен бұны Қазақ Today хабарлауында жақында мәжіліс осы басқарманың қатысты заңнама өзгерістері екінші оқылымға қабылданды деп хабарлады. Келешек жүйесінің негізгі ерекшеліктері: жаңа жүйе мемлекеттік білім беру жинау жүйесінің аясында жүзеге асырылады. Оның негізгі мақсаты ата-аналардың балалардың білім алуына қаржылай қолдау көрсетуіне мүмкіндік береді және балалардың болашағына ерте бастан инвестиция жинайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.